Бөкей ордасы қазақтарының 1836-1838 жылдардағы көтерілісі. Көтеріліс себептері: отаршылдық езгінің күшеюі, жердің жетіспеушілігі, заңсыз салықтардың көбеюі. Халық көтерілісін елге белгілі батырлар Исатай Тайманұлы мен Махамбет Өтемісұлы басқарды. Қозғаушы күші: бақташы қазақтар, билер, старшындар. Бір 1836 жылғы ақпанда көтерілісшілер Жәңгір ханға қарсы ашықтан ашық шабуылға шықты. Исатай Тайманұлы бастаған 2000-дай көтерілісші 1837 жылғы қазан айының соңында хан ордасына 10 шақырымдай жақын келді. Бір 1837 жылы 15 қараша Тастөбе шайқасы. Тастөбе түбіндегі шайқаста көтерілісшілер жеңіліс тауып, шағын топтарға бөлініп, тарап кетті. Бір 1838 жылдың жазында Қиыл және Ақбұлақ өзендерінің бойында көтерілісшілер мен жазалаушылар арасында шешуші шайқас өтті. Осы шайқаста көтерілістің басшысы Исатай Тайманұлы қаза тапты. Көтерілістің жеңіліске ұшырау себептері: көтеріліс алдын ала мұқият ұйымдастырылмады, айқын бағдарламасы болмады, көтеріліс шашыраңқы сипат алды, көтерілісшілер нашар қаруланды, саны аз болды, екі бағытта күрес жүргізді.